Негізінде біз көбінесе төгіп тастайтын күріш суының денсаулыққа пайдасын білесіз бе? Ежелгі Қытай рецепторлары тәніміздің саулығын сақтайды. Уақыттың өзі тексерген медициналық білім әдеттегі құралдар пайдасын тигізбеген кезде көмектеседі. Қытайлықтар күрішті ерекше жақсы көреді. Бұл тағамды көп тұтынатындары да кездейсоқтық емес. Дұрыс дайындалған күріш өмірді ұзартып, ағзаны қажетті заттектермен қамтамасыз етіп отыратын өте пайдалы тағам. Күріш жеп отырған кезде ағзаңыздағы токсиндер сыртқа шығады. Асқазан мен ішек жұмысын ретке келтіреді. Күрішке қарағанда оның суының пайдасы да өте мол. Егер бұрын-соңды күріш суының пайдасы туралы естімеген болатын болсаңыз, дәл қазір салауатты өмірге жаңа қадам басасыз. Мінсіз келбет, күш-қуат, сау тері, күріш суын тұтынатын адамдардың серігі. Күріш суы ағзаны көмірсуларымен қамтамасыз етіп, асқазан ауруын емдейді, артериялық қысымды ретке келтіреді, оба ауруынан алдын алады. Сонымен қатар оның косметикалық қасиеті бар. Саңылаулардың аузын бітеп, тері түсін біркелкі етіп, майлылық деңгейін азайтады. Арнайы тағамдар шықпаған кезде ата-аналар балаларын осы сусынмен тамақтандырған екен. Күріш суының арқасында дисбактериоз, дерматит сияқты аурулар өте сирек кездесетін болған. Ол өте қарапайым әдіспен дайындалады. Аз мөлшердегі күрішті суға салып қайнатасыз да, 1 стакан суға 1 ас қасық күріш жеткілікті болады. Қайнатпа түсінің бұлдырлауына мүмкіндік беріңіз. Онымен күніне 2 рет бетіңізді жусаңыз болады. 1 аптаның ішінде оң нәтижесін байқай бастайсыз.